Ассалаумағалейкум балам. Қалайсың? Уағалейкумассалам. Көңілің жоқ қой. Ой, ата. Екі алдың ба сабақтан? Жоқ, екі емес. Мұғалімің ұрысты ма? Жоқ, ол мұғалім де емес. Дайындаймай барғансың ғой сабаққа. Не болып қалды? Айта ғой. Ата мен баланың арасында құпия болмайды. Жарайды ата. Енді қалай түсіндірсем екен ата? Қараңызшы ата. Адам маймылдан жаратылған ба? Астапыралла. Оны кім айтып тұрса? Бүгін сондай тақырып өттік. Адам жаратылысы деген. Біздің апай қоймайды. Адамдар бұрын маймыл болған, кейін өсе келе дамып сөйтіп адам болып кеткен дейді. Ол апайын ғана солай ойлайтын шығар енді, білмеймін. Ой, ата, ол білмейтін шығар енді, білгеннен кейін. Қалай білмейді ата, үлкен профессор. Енді үлкен адамның да кішкентайы болады. Ой, ата, қайда? Кішкентай адамның да үлкені болады ғой. Жасы келген үлкен кісі, мен айтып қоймайым. Апай қараңызшы, мына күннің батуы, таң, мына аспан, жер, жаңбырдың жауы, осының бәрін егеріп тұрған бір күш бар ғой. Дұрыс айтасың. Бір құдірет бар ғой. Осының бәрі Құдайдың барына дәлел емес пе десем, адам маймылдан жаратылған деп. Біздің ата-бабаларымыз маймыл болған дейді. Кейін айттым, апай дедім, сіздің атаңыз маймыл болған шығар, бірақ менің атам маймыл емес дедім. Ек қойып берді. Енді апайың көзіне сондай маймыл болып көрінетін шығармыз біздер енді қайдан? Жоқ, ата қараңызшы, сіз маймылсыз ба? Құдай сақтасын. Енді сөйтіп көрінетін шығармыз. Ой, ата. Содан соң, ал жарайды, сендерді Құдай жаратты дейсіңдер, Ондай болса, Құдайыңды көрсет жал. Кәне, көрсет жал. Көрсет алмайсың ба? Демек, Құдай жоқ дейді маған. Сосын мен айттым, балалар дедім, мына апайдың миын көріп тұрсыңдар ма дедім. Балалар жоқ деді. Мен айттым, онда апайдың да миы жоқ дедім. Ата, бірақ жаман өшіп қалды. Жаныма, ол не деген тағы да? Өшіп қалды деген. Енді бір ештеңе айта алмай басылып қалды деген сөз ғой. Таппайтын жоқ сенде. Дұрыс сөйлеп үйрену керек балам. Шәкәрім бабаң айтқан, ең алдымен сөз түзелсін. Сөзің айналар әдетіңе, әдетің айналар өміріңе. Ал енді өмірің ақыретің айналады. Енді әдет қой. Сол әдетің түзе енді. Ақырдап, іштен етпейді. Бүгін екі алсаң, ертең ақиқатты айтқаның үшін 5 аласың. Сабыр қыл, ашуланба. Балам, біз деген сондай асыл адамның үмбетіміз. Сондықтан біз барлық жерде үлгі болуға тырысуымыз керек. Не оқыдыңыз ата? Пайғамбардың өмір баяны. Ой, осы кітапты оқи береді екенсіз. Сағынған сайын бір оқып шығам. Жүрегім рахатқа бөленеді. Қайдан білейін? Сізден де біреу сабақ сұрай ма деп ойласам? Әр адамнан бір сұраушы бар балам. Астағфиралла, бұл кім тағы? Есік ашық тұр, кіре бер. Мұрат аға ғой, көрші, шетелге кеткен. Жағдай қалай? Қалайсыз, ақсақал? Жақсы, ассалаумағалейкум. Қалайсың? Аман есенсіз ба? Аман есен, Аллаға шүкір. Қалайсыз? Біз барып келдік жаңа. Сен қыдырып кетіп ең, қалай? Айтпаңыз, ана бүкіл Африка, бүкіл Европа бәрін аралап қайттық қой. Ой, керемет. Тамаша жерлер. Италияға бардық, Испания, Франция, Швейцарияға бардық. Швейцария дегенің тұнып тұрған табиғат екен ғой. Тау, көл, өзен, жан-жануар деген есік алдында жайылып жүреді екен. Сондай керемет екен табиғат. Сен мұна біздің Сарқандқа барған жоқсың ба? Жоқ, Сарқандқа бармаған білмеймін. Бірақ енді Швейцария керемет екен. Сол жерді айтып отқан сияқтысың айтыр. Ұқсайды екен. Ана тамаша жерлер көріп қайттық. Сосын ана Италияға бардық қой. Римге
білесіз ба, Колизейді баяғыда ана гладиаторлар төбелескен жер бар ғой. Тура сол жерде бет тұрып суретке түстім ғой. Анау неге бардың ба? Мен айтқан жерге бардың ба? Қайсысы еді? Меккеге бардың ба? Меккені көрдің ба? Так, Мекке. Қағбаға Меккеге бардың ба? Неде ғой, Арабияда ғой. Пайғамбарымыз. Бардық, ол жақта бардық, там особо қатты не жоқ. Қалай? Қажылық жасадың ба? Оны жасай алмадық, біз енді алыста тұрдық, жаңағы суретке түсіріп, сол Италияға кету керек болды. Особо қызық ештеңе жоқ, айналасын бәрі пустыня сондай. Сіз айтқан ондай қара тас тұрды, соны көрдік. Қағба, қара тас емес, қағба де. Солай деп тұрды, соны кетіп қалдық біз. Одан кейін Испанияға бардық қой. Испания деген, ана бүкіл футболистті өз көзіммен көрдім ғой мен. Қалай барып тұрып, қажылық етпей қалай айтып кеттің, тауап еттің. Жаңғы содан кейін енді Мессидің қол қойылған доп алып келдім ғой. Керемет, сондай. Анау не бар ма екен? Пайғамбарымыздың киімі сақталған деп еді. Аяқ киімі бар деп еді. Музейге бардық ақсақал. Міне мұнда бүкіл жаңа суреттері бар. Рас па екен, ол бар ма екен? Міне бар екен, шынымен екен. Қалай? Қараңыз, мына бірнеше сурет алып келдім, көріңіз. Сен суретке түсіріп алдың ба? Қараңыз. Мына қараңыз, мына Францияда түскен суреттер ғой. Мына Францияда. Эйфель башының қасында тұрмын ғой мен. Көрдіңіз ба? Мынау не дейді? Оңтүстік Африкада. Жоқ, жаңағы киім. Қасында бегемот тұр. Жоқ. Мынау мен, мынау бегемот қой дейм, Пайғамбардың. Бегемот па. Білмеймін, Пайғамбарымыздың киім осында. Мына Европаны көріңіз. Бұны. Мынау жаңағы музейдегі бүкіл пайғамбар жаңа сіз айтып отқан суреттердің бәрі осында бар. Сізге түсірдім. Рас. Өз көзіңмен көрдің? Көріңіз, қараңыз. Кім? Аликон, жүр мен саған жаңағы допты көрсетейін. Өзің көріп қайтасың, жүр, кет. Қандай доп? Ой, Мессидің қол қойылған доп. Жүр. Месси, білесің ғой, 4 алтын допы бар. Кет. Ана допты тепсең, өзі ұшады ғой бәрі. Адамзаттың асылы, ардақтылардың ардақтысы, екі дүние сардары, пайғамбарлардың мөрі, Хазіретті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Мен сіздің жүзіңізді көрмедім, бірақ сіздің қалған мирас мен үшін баға жетпес байлық. Міне, Хира үңгірі ең алғаш Раббымыздан хабар алған мұбарак мекен. Мына әлемнің ең соңғы пайғамбарының ең алғаш уақи алған жері. Барлық оқиғалардың бастауы. Ей Хира, қияметте сен куәлік етесің. Әл-Әмин сенің ішінде отырып уайымға батты. Рабысына талпынды. Куә бол, Хира. Куә бол. Ал мынау, сіздің шашыңыз. Алла елшісі, оған қарап бүкіл өміріңізді көз алдымнан өткізгендей болам. Туылмай жатып, әкесіз қалдыңыз. Кейін анаңыздан да айырылдыңыз. Ал әкеңіз сізді құшарлана құшақтап сүйсініп сүйеде алмады. Тіпті сізді көрмеді де. Сіз де әке мейірімін сезбей кеттіңіз. Аналық махаббатты аз ғана сезіндіңіз. Солай бола тұра қаймықпадыңыз, қайғырмадыңыз. Пайғамбарлық келіп, белді бекем болдыңыз. Адамдардың ақиқаттан алыс болуы, Құдайға құлшылық қылмауы сізді қатты қынжылтты. Шаштарыңызда ағартты. Үмметіңіз үшін ағарды бұл шаштар. Мына киіміңізге қарасам, көз алдыма кішкентай тар бөлмеде жұрт-жұрт ұйқыда жатқанда, сіздің намаз оқып, дұға тілеп, солық жылағаныңыз келеді.
көз жасыңызды көл етуіңіз сонша кеудеңіз дір-дір етіп тербелді. Не деп дұға тіледіңіз сонда, пайғамбарым? Сізді жылатқан не нәрсе? Үмметім, үмметім, ей Алла, үмметімді құтқар дедіңіз бұл жолда. Мейірім көз жасыңыз сақалыңыздан киіміңізге тамшылай берді. Бәрінен хабардармын, я Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Алла, сен пәксің. Мынау менің сүйікті пайғамбарымның аяғызы, аяқ киімі. Енді әрбір пенде өзінің аяғындағы аяқ киіммен әлемдерге нұр болып жіберілген пайғамбарымыздыкімен салыстырсын. Біздікі әлде қайда жап жаңа, әрі бағалы. Бірақ мәселе осыда ма? Жоқ, мәселе мүлде басқа. Таиф сапарында қанға боялған аяқтар. Бұл аяқпен ол харам іске бармады, зұлымдыққа көмектеспеді. Осы аяқтары ісіп, қан үйіп, өзін көтермейтіндей жағдайға дейін намаз оқып, жәрдем тіледі. Жаннат тіледі мен үшін, сіздер үшін, атана, туғандарымыз, бауырларымыз үшін. Байлық тілемеді өзіне. Мүмкін біздің иман келтіруіміздің де бір себебі осы кісінің дұғасы болар. Өзінің отанында қуғын сүргінге ұшырағаннан кейін дінін аман сақтау үшін алыс жерде орналасқан қалаға таулы тасты шөлді даланы кешіп өтті. Сәуір өңіріне Әбу Бәкір екеуі жеткенде пайғамбарымыздың аяғы тілініп, жүруге шамасы келмеді. Сондықтан да досы оны арқасына мінгізіп алып кірді. Сәл жаяу жүрсе қиналатын біздер пайғамбардың көргенін көрмедік. Қағба барша мүміндерді сағындырған, сүйсіндірген, көру арманына айналған Қағба. Егер саған тіл бітетін болса, сен бізге бір түбі жоқ кітаптай көптеген оқиғаларды баяндайтын едің. Саған бет бұрып, дәл жаныңда тұрып, Мұхаммед қанша рет намаз оқып, сені сүйіп, егіліп жылады. Ол намаз оқып жатқан кезде қанша рет жүректері қатайған мүшіріктер оны мазақ қылып, мысқылдады, тұншықтырды, үстіне жануардың нәжестәрін төкті. Бірақ ол тапшылмады. Намазын оқи берді. Өмірінің ең қиын сәттерін сенің жаныңда өткізді. Ей Алла, сен пәксің ғой, сен ұлысың ғой. Мынау пайғамбарым ұстаған қылыш. Бұл қылышты дін дұшпандарына қарсы қолдандыңыз. Үмметіңіздің қамышын тісіңіз сынды, бетіңізді қан жосады. Сіз сонда да тайсалмай дұшпанға қарсы тұрып алдыңыз. Алдыңғы саптан табылдыңыз. Тарихта тағы бір қырыңыздан танылып, палуан пайғамбар деген атқа лайықты болып өттіңіз.
Mine, ол біздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед, Алла оған разы болғай. Мені тағы не қуантады, білесіз бе? Бірде сахабаларыңызбен отырып, бауырларыңызды еске алып жыладыңыз. Сол бауырларыңыздың бірі мен екенін сезініп қатты қуандым. Өйткені мен де сізді сағындым, Алланың елшісі. Мен туылмай тұрып, мені уайымдаған, менің жәннатқа түсуімді ең бірінші дұға еткен, мен үшін көз жасын көл қылған сізсіз. Қияметте өзіңізді көруді, Фердауста бірге болуды мейірімді Алладан сұраймын. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам салып кеткен сара жолыңыз, сүннетті берік ұстауға тырысам, саған қарап, өнеге алып, басқаларға үлгі болам, иншалла. Ата, кешіріңіз, ренжімеңізші, мен сізге бұлай жаман болатынын білгенде, мына кітапты бермейтін едім ғой, суретті. Кешіріңіз. Сен маған ең үлкен сый жасадың ғой, балам-ау. Көз қуанышымды бастым ғой. Рахмет саған. Бала жағаңның қызығын көр. Алланың сүйікті қолы бол. Пайғамбардың үмметі бол. Жыламаңыз, ата. Ол егер шынымен мына суреттегі жерлерді барып көргіңіз келсе, мен сізді апарайын сол жерге, барасыз ба? Дәл қазір, бүгін қазір барамыз, документ өткізіп қойсақ, бір-екі күнде жауап шығады. Шырағым-ау. Барасыз ба, мен сізді алып барайын осы жерге? Бұл үлкен сый ғой. Рахмет саған. Өркенің өссін. Ғұмырың ұзақ болсын. Жүріңіз. Рахмет құлым. Осының өзі үлкен. Маған бір бақыт қой. Алла яр болсын. Ғұмырың ұзақ болсын, балам. Менің сау болсын. Құдайдың сүйген құлы бол. Пайғамбардың үмметі бол.